Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен тауық етінен казангалап жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі тауық еті, картошка, май, пияз, көк пияз бетіне әрлеуге, паприка, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, соевый соус керек болады. Бірінші тауық етін мариновать етіп қоямыз. Жарты сағатқа. Тұзын, қара бұрыш, қызыл бұрышты, паприканы араластырып. Бұл жерде мен құрғақ сарымсақ қостым. Жаңа көрсетуді ұмытып кетіппін. Осыны жақсылап араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Оға деуірі картошкасында тұздап алатын боламыз. Дәмдеуіштерді сеуіп, тұздап алатын боламыз. Осылай бетін жауып қоя тұрамыз. Картошкаға да тұзын, паприка, қызыл бұрыш, кішкене май араластырсақ та болады. Осыны жақсылап араластырып, бұны да қоя тұрамыз. Кішкене приправасы, паприка кішкене үстіне қостым. Міне кішкене молдау етіп, майын қыздырып алып, бірінші картошкаларды қызып тұрған майда жақсылап қуырып алатын боламыз. Өте жылдам қызарып қуырылады. Сырты қызарса болды бізге. Кейін бұқтыратын боламыз бұны. Сондықтан да сыртын қызартып қана қоямыз. Бір 10 минутта ғана қызарып шығады. Қатты қызарып кетсе, піскеннен кейін қап-қара болып қалады. Сондықтан да кішкене сарқыштау етіп алсаңыз да қып-қызыл болып шығады. Енді осыған дайындап қойған тауық етін осылай мол майға қуырып алатын боламыз. Өте жылдам орындап. Бұны қой етінен де, сиыр етінен де осы казангалапты жасауға болады. Міне біздің етіміз де дайын болды. Бұны сосын аламыз. Өйткені мұнда май өте көп. Майын кішкене азайтамыз, бұның өзіне лайықты етіп түбінде қалдырып. Бұл май өте көп болады. Сондықтан да майын аламыз. Міне шамалап майын алып қалдық. Енді түбіне қайта картошкаларын салып, үстіне тауық етін салып, кішкене су құйып, бұқтыратын боламыз. Бұның тұзы, дәмі бәрі өзінде керемет болып шықты. Міне шағын ғана су құйып, 20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Міне енді дастарханға ұсынамыз. Осыны алып 20 минутта дайын болды. Міне біздің казангалапымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.